Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 75-ші сабақты қарастырамыз. Қарама-қарсы бағыттағы қозғалысқа берілген есептерді арифметикалық және алгебралық тәсілдермен шығаруды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Еліміздің танымал дәрігерлері қанша жыл өмір сүргенін анықта дейді. Санжар Аспандияров, Жафарұлы 1989 жылы дүниеге келген, 1938 жылы қайтыс болған. Көрнекті мемлекет және қоғам қайраткері, ғалым, педагог. 1989 жылдың 11 қаңтарында Алматы медицина институтына, қазір Қазақ ұлттық медицина университеті, оның есімі берілді. Келесі Александр Николаевич Сызғанов 1896 жылы дүниеге келіп, 1980 жылы қайтыс болған хирург, медицина ғылымдарының докторы, Қазақстан ғылым академиясының академигі. Оның басшылығымен Қазақстанда хирургтар ғылыми мектебінің іргесі қаланды. Қанша жыл өмір сүргендерін табу үшін қайтыс болған уақытынан туған жылын азайтады екенбіз. Сонда Санжар Жафарұлы Аспандияров 49 жыл өмір сүрген екен. Ал Александр Николаевич Сызғанов 84 жыл өмір сүрген екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Әртүрлі бағыттағы қозғалысқа берілген есепті теңдеу құрып шығарып көр. Пайымдауды жалғастыр. 72-ші сабақтағы ережені есіңе түсір. Алдымен ережені есімізге түсіріп алайық. Екі дененің қозғалысына берілген есептерді теңдеу құрып шығаруға болады. Ол үшін алдымен формуланы жазамыз. Есепті мұқият оқимыз және қозғалыстағы денелердің әрқайсысы не үшін не белгілі екендігін анықтаймыз. Арақашықтық, жылдамдық, уақыттың қайсы белгілі екенін анықтаймыз. Одан кейін теңдеу құрғанға дейін есептің барлық шамаларын бірдей өлшем бірліктеріне келтіріп аламыз. Одан кейін нені табу керек екендігін анықтап, оны x пен белгілейміз. Есептің барлық мәліметтерін қолданып, теңдеуді жазып, теңдеуді шешеміз. Енді есепке назар аударайық. Екі фельдшер ауыл тұрғындарына профилактикалық көмек көрсету үшін велосипедпен шықты. Олар бір уақытта екі бағытқа бет алды. 6 сағаттан кейін олардың арасы 360 км болды. Біреуі сағатына 28 км жылдамдықпен жүрсе, екінші фельдшердің жылдамдығы қанша? Яғни бірінші фельдшердің жылдамдығын x деп белгілейік. Сонда x қосу 28. Бұл екі фельдшердің қашықтау жылдамдығы. Яғни бұл жерде уақыт белгілі, қашықтық белгілі, бірінші фельдшердің жылдамдығы белгілі, екінші фельдшердің жылдамдығы белгісіз. Алдымен қашықтау жылдамдығын табамыз. Ол үшін x қосу 28 деп жазамыз. Оны уақытқа 6-ға көбейтеміз. Тең 360 км бұл екеуінің ара қашықтығы. Енді x қосу 28 тең 360 бөлу 6 деп 360-ты 6-ға бөліп, екеуінің қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Бірінші фельдшердің жылдамдығын табу үшін 60-тан 28-ті азайтамыз. Сонда 32 болады. Бірінші фельдшердің жылдамдығына екінші фельдшердің жылдамдығын қосып, 16-ға көбейткенде 360 шықты. Яғни екінші фельдшердің жылдамдығы 32 км/сағат екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Кесте бойынша есеп құрастыр және шығар дейді. Дәрігерлерге науқастарға тез арада жиі көмек көрсетуге тура келеді. Олар жедел жәрдем машинасымен, ал кейде велосипедпен де келіп жетеді. Жедел жәрдем науқасқа 2 сағатта жетеді екен белгіленген жерде. Жедел жәрдемнің жылдамдығы сағатына 70 км екен. Ал велосипедке мінген дәрігердің жылдамдығы сағатына 14 км екен. Белгіленген жерге қанша уақытта жететіні белгісіз. Бірақ жедел жәрдеммен велосипедке мінген дәрігердің ара қашықтығы бірдей екен. Алдымен біз жедел жәрдемнің ара қашықтығын тауып аламыз. Сонда велосипед мінген дәрігердің де ара қашықтығы шығады. Одан кейін барып, велосипед мінген дәрігер сол арақашықтыққа қанша уақытта жететінін табамыз. Ол үшін есептің шартын құрып алайық. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Жедел жәрдем машинасының жылдамдығы белгілі, сағатына 70 сағат.
Велосипед мінген дәрігердің жылдамдығы белгілі, сағатына 14 километр. 2 сағатта жедел жәрдем көлігі қанша арақашықтыққа дейін жүріп өтеді. Яғни жедел жәрдемнің арақашықтығын тауып аламыз. Одан кейін барып велосипед мінген дәрігер сол арақашықтықты қанша сағатта жүріп өтетінін табамыз. Ол үшін 70 км сағатты 2 сағатқа көбейтіп, жедел жәрдем машинасының жүріп өткен арақашықтығын тауып аламыз. Яғни жедел жәрдем машинасы 140 км жерді жүріп өткен екен. Енді 140-ты 14 км сағатқа бөліп, велосипед мінген дәрігердің сол 140 км-ді қанша сағатта жүріп өтетінін табамыз. Сонда 10 болады. Яғни велосипед мінген дәрігер 140 км арақашықтықты 10 сағатта жүріп өтеді екен. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Бір станциядан бір уақытта 2 пойыз бірінен бірі қарама-қарсы бағытқа жолға шықты. Бірінші пойыздың жылдамдығы 72 км сағат, ал екіншісінікі 68 км сағат. Неше сағаттан кейін пойыздардың арақашықтығы бір-бірінен 560 км болады. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Бұл жерде бірінші пойыздың жылдамдығы сағатына 72 км. Екінші пойыздың жылдамдығы сағатына 68 км. Яғни пойыздардың арақашықтығы белгілі 560 км. Алдымен біз қашықтау жылдамдығын тауып аламыз. Және уақытты табамыз. Қашықтау жылдамдығын табу үшін 2 пойыздың жылдамдығын қосамыз. 72 км сағатқа 68 км сағатты қосамыз. Сонда 140 км сағат. Бұл 2 пойыздың қашықтау жылдамдығы. Енді уақытты табу үшін арақашықтықты осы қашықтау жылдамдығына бөлеміз. 560 км-ді 140 км сағатқа бөлеміз. Сонда 4 сағат болады. Яғни 4 сағаттан кейін пойыздардың арақашықтығы 560 км болады екен. Есімізге сақтап алайық. Өзел бұл орысша белгіленуі өз деп белгіленген, ал халықаралық атауы КН екен. Бұл жылдамдықтың өлшем бірлігі екен. Дененің 1 сағат ішінде 1 теңіз милене тең жолды жүріп өтетін бір қалыпты қозғалысының жылдамдығына тең. Теңізде және авиация қызметінде қолданылады. Осылайша бір теңіз өзелі 1852 метр сағатқа тең екен. Мыңға дейін дөңгелектейтін болсақ, онда бір өзел шамамен 2 км сағатқа тең болады. Теңіз милі теңізде жүзгенде және авиацияда қолданылатын арақашықтықтың өлшем бірлігі. 1 миль 1 км 600 метрге тең екен. Келесі 5-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Теплоход 20 өзел жылдамдықпен 40 км жүзді. Ол неше уақыт жолда болды? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Теплоходтың жылдамдығы белгілі 20 өзел. Бұны километр сағатқа айландырамыз. Бір өзелде 2 км сағат бар, ал 20 өзелде 40 км сағат болады. Арақашықтығы белгілі 40 км. Жолда неше уақыт болғанын табамыз, яғни тыны табамыз. Ол үшін тыны табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Яғни 40 км-ді 40 км сағатқа бөлеміз, сонда 1 сағат болады. Теплоход 1 сағат жолда болады екен. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Ойлан, қандай нысандар осындай жылдамдықпен қозғалады? Сен мектепке деген жаяу қандай жылдамдықпен жүретініңді білесің бе? Велосипедші қаладағы автобус ше. Осы жылдамдықтарды білу үшін саған қандай мәліметтер керек? Мәліметтерді қайдан табуға болады? Яғни бұндай нысандардың тез ұшуына, тез жүруіне, яғни жылдамдығына байланысты біледі екенбіз. Бірінші біз бұл жерде ұшақты алайық. Ұшақ ол өте жылдам қозғалады, жылдам жүреді. Сондықтан 900 км сағат алайық. Пойызға 90 км сағат алайық. Одан кейін тік ұшақта өте жылдам қозғалады. Сондықтан оған 300 км сағат алсақ болады. Ал жаяу адам
сағатына 5 километр қозғалады. Себебі ол өте жаяу жүргендіктен баяу болады. Автокөліктер сағатына 120 километр жүреді. Ал велосипед сағатына 15 километр жүреді екен. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Спидометрдің не екенін білесің бе? Ондағы бөліктер нені білдіретінін айт. Кейбір мәшинелерге жылдамдықты километр сағатпен ғана емес, мил сағатпен көрсететін спидометрлер орнатылған. 1 сағаттағы километр мен 1 сағаттағы мильдің көрсеткіштерін салыстыр дейді. Яғни бұл спидометр деген құрал. Бұл барлық көліктерде орнатылады. Өйткені мәшинелердің жылдамдықтарын көрсетіп тұратын құрал екен. Яғни 1 мил сағатымыз 1 километр 600 метр сағатқа тең. 1 километр 600 метр сағатпен 1 километр сағатты салыстырсақ, 1 километр 600 метр сағат үлкен. Яғни артық. 1 мил сағатымыз сонда 1 километр сағаттан артық екен. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Ойлан және жауап бер дейді. Бір аулада 4 дос тұрады. Олар хирург, көз дәрігері, терапевт және балалар дәрігері. Болат пен хирург екеуі серіктен үлкен. Нұрлан мен терапевт күреспен айналысады. Осы достардың ішіндегі ең кішісі көз дәрігері Нұрлан. Кешке қарай Айқын мен балалар дәрігері екеуі серік пен көз дәрігеріне қарсылас болып теннис ойнайды. Достардың әрқайсының мамандығын анықта. Енді осы балалардың мамандықтарын осы кесте арқылы анықтайық. Болат пен хирург екеуі серіктен үлкен дейді. Яғни ендеше Болат та серік те хирург емес. Нұрлан мен терапевт күреспен айналысады дейді. Яғни Нұрлан онда терапевт емес екен. Осы достардың ішінде ең кішісі көз дәрігері Нұрлан дейді. Яғни Нұрлан көз дәрігері, ол хирург емес, терапевт емес, балалар дәрігері емес екен. Кешке қарай Айқын мен балалар дәрігері екеуі дейді. Серік пен көз дәрігеріне қарсылас болып теннис ойнады дейді. Ендеше Айқын балалар дәрігері емес. Серік пен көз дәрігеріне дейді, яғни серік көз дәрігері емес. Ендеше серік балалар дәрігері емес, көз дәрігері емес, хирург емес, терапевт екен. Ал Нұрлан көз дәрігері, Болат балалар дәрігері, ал Айқын хирург екен. Келесі 9-ші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Бір станциядан бір уақытта жолға 2 пойыз бірімен бірі қарама-қарсы бағытқа жолға шықты. Бір пойыздың жылдамдығы 62 км сағат, ал екіншісінің жылдамдығы 53 км сағат. Неше сағаттан кейін 2 пойыздың арасы 460 км болады. Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Бірінші пойыздың жылдамдығы сағатына 62 км, ал екінші пойыздың жылдамдығы сағатына 53 км. 2 пойыздың арасы неше сағаттан кейін 460 км болады дейді. Яғни арақашықтық белгілі, уақытты табуымыз керек. Алдымен уақытты таппас бұрын 2 пойыздың қашықтау жылдамдығын табамыз. Ол үшін 62 км сағатқа 53 км сағатты қосамыз, 115 км сағат болады. Бұл 2 пойыздың қашықтау жылдамдығы. Енді 460 км-ді 115 км сағатқа бөлсек, 4 сағат болады. Яғни 2 пойыздың арасы 4 сағаттан кейін 460 км болады екен. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіруді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері жауаптарымен көрініп тұратын болады.